Құрметті ұстаздар мен оқушылар, бүгінгі ақиқат ұшқыны мен адал ұрпақ дебат клубының мектепшілік кездесуіне қош келдіңіздер. Ортаға ақиқат ұшқыны дебат клубы мүшелерін шақырамын. Ұшқыны дебат клубы біздің мектебімізде жұмыс жасайды. Бірінші ортаға адал ұрпақ дебат клубын шақырамыз. Адал ұрпақ дебат клубы жетекшісі Осынбек Ернұрағай. Жақсы. Бүгінгі дебаттың қарары зорлық-зомбылық және қатыгездік. Зорлық-зомбылық және қатыгездікті жою жолдарын көрсетеді. Ақиқат ұшқыны дебат клубынан бірінші спикер Назерке, екінші кім болады қасына? Жауға келесі. Сім бар. Үш спикер керек. Ал, іске бастар. Бүгін біздің тақырып ол зорлық-зомбылық және қатыгездік. Ол қазіргі таңда әлеуметтік және ахуалдық тақырыптардың бірі. Зорлық-зомбылық дегеніміз басқа адамның жеке тұлғасына өту, яғни оны бопсалау, қорқыту және де оны денесіне кері әсер тигізетініне себебін қорқыту. Топтың спикеріне рахмет айтамын сөз білдіргені үшін, және де мен сіздің айтқан ойларыңызбен толық келіспеймін. Сіз айта кеттіңіз, Қазақстанда ешқандай заң өз күшіне енбеген деп. Жоқ, ешкім дұрыс енбеді дедіңіз, дұрыс. Тәрбиені дұрыстауымыз керек. Бұл жерде біздің ойымыз жақтаушы болу емес. Ең алдымен баланың тәрбиесіне ата-ана жауапты. Бала тәрбиесіне қатысты. Ең бірінші балабақшадан басталады. Сонымен қатар ата-аналардың балаларын зорлықсыз тәрбиелеу жағдайларын үйде қызмет ету және жақсы ата-ана болу бағдарламалар сызды шаралар арқылы дамыту өте маңызды болып саналады. Келесі үшінші спикер өзіміздің менің ойымша осы даттаушы жақтаушы деген екі топқа бөлінген емес па? Сіз айтқандай акция өтті, яғни зорлық-зомбылықсыз балалық шақ деген бүкіл ел бойынша шынын айтайын, бұл жерде ешқандай нәтиже болды. Зорлық деген ол жеке адамның рухани құндылықтарын сақтау және де оған дене зақым көрсету. Бұл жерде ақтауға болмайды, әрине адамның өзінің айтқан ой-санасына байланысты бұл ақтауға келетін жағдай емес. Енді бізде тағы да осы бүгінгі қарар бойынша зорлық-зомбылық және қатыгездік тақырыбына тағы да пікір айтамыз бар. Кезеңмен ұстанған позицияда болуымыз керек. Бүгінгі біздің қарарымыз, яғни зорлық-зомбылық және қатыгездік бүкіл ел басқа оқушылар немесе мұғалімдер тарапынан зорлық-зомбылық көрсетуге немесе кемсітуге шалдыққан, немесе сонымен куәсі болған. Менің айтқым келетін зомбылықтың түрі бұл мектеп қабырғасында болған. Әлем бойынша жылда 1 миллиардқа жуық физикалық зорлық-зомбылыққа ұшырайды екен. ЮНИСЕФ Қазақстандағы 2016 жылғы зерттеуіне сүйенсек, Біздің дебат клубымыздың қарары зорлық-зомбылық. Рахмет. Енді мен көп сөзбай. Шешімі балаларға көрсетілген зорлық-зомбылықтың барлық түрлерін алдын алу және жою мақсаттарында жету үшін бірқатар стратегияларды іске асыру маңызды болып саналады. Қазіргі заманда қоғам дамыған зорлық-зомбылықтың әркімнің сөзден маржан тоқып, кітаптардан ойын оқып ортаға шыққандарымыздар. Біз қазір заманауи заманда тұрғанымызға қарамастан отбасыларда тұрмыстық зорлық-зомбылық жағдайлары жиі. Оқушылар арасында екіншісі отбасылық жағдайда, тұрмыстық жағдайда. Балалар, бүгінгі біздің қарарымыз бойынша көптеген әдемі пікірлер айтылды. Барлықтарына үлкен рахмет айтқым келеді. Құсайынова Әйгерім апайға бергіміз келіп отыр. Сәлеметсіздер, құрметті оқушылар, дебат клубының мүшелері. Бүгінгі осы дебатты ұйымдастыруға Гүлнұр апай сіздерге үлкен алғыс білдіреміз. Ол сіздерге рахмет, сәттілік күндеріңізге алға